Қайырлы күн достар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ұйғыр мантысының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Манты өте дәмді болып шығады, әрі дастархандарыңызға қойғанда да ерекше әдемі болып тұрады. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылып, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ұйғыр мантысындағы ол ерекшелік ең бірінші қамыр. Қамырыңыз жақсы болу керек. Ұнды мен електен өткізіп алып, осылай мұздай суға тұзды салып араластыра отырып құйып алдым қамырдың ортасына. Енді біріктіріп қамыр жинайтын боламын. Жылы су емес, краннан жаңа аққан мұздай су болсын. Сол мұздай судың үстіне жаңағындай тұзыңызды салып, соны осы ұнның үстіне құйып, қамыр жинаймыз. Қамырларыңыз бастында осылай жабыспай, бір-біріне қатты болады. Бірақ артық су құйып керек емес. Қатты бассаңыз, нанның өзінің иі қанып, бір-біріне біріге бастайды. Міне біз қамырымызды қазір осылай қолымыздың күшімен конверт сияқты қылдырып, қазір мен бүктеймін. Міне көріп тұрсыздар ғой видеодағындай. Осылай бүктеп, қазір бір 40 минутқа демалуға қойып қоямыз. 40 минут салафановый пакетте тұрғаннан кейін қамырларыңыз жұмсара бастайды. Міне 40 минутқа қойып қойдық қой жаңа. Одан кейін 40 минуттан кейін біздің қамырымыз міне қалай жұмсақ болып шықты. Тағы да дәл солай етіп конверт қысатып, осылай бүктейсіздер де тағы да бір жарты сағатқа қойып қоясыздар демалуға. Міне осылай енді жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырды пакетке не болмаса бетін жауып қойсаңыздар да болады. Қамыр дайын болғанша салмамызды дайындайық. Менде пышақтың ұштары осындай кертіктерімен, сонда пиязым күшті болып езілмей туралады да. Пиязды ұсақ етіп турап аласыздар. Өте ұсақ қылдырып турап алыңыздар пиязды. Мен пияз турағанда именно осы пышақты қолданам. Бұл негізі нан турауға арналған пышақ, бірақ күшті турайды пиязды. Енді фаршымызды қосамыз. Негізі ұйғыр мантысында фарш емес, етті ұсақтап турап қолданады, бірақ мен фарш қостым. Сіздер етті ұсақтап турап қолдансаңыздар болады. Тұздадым, бұрыштадым. Үстіне осылай кішкене су құясыздар. Бір 100 миллиграмдай құйдым мен суды. Енді жақсылап араластырамыз. Фаршпен де етпен де дәмдірек болады. Бірақ ұйғыр мантысының өзінің классикалық рецепті бойынша онда фарш түрінде емес, етті сақтап турап солай қосады. Пияз бен етімізді біріктіріп алдық. Сосын май қосады. Мен май дегенде анандай еттің өзінің майын қосады. Мен бірақ сұйық май қосамын, өйткені маған жаңағындай құйрық май, басқа жаңағы еттің майларын қосқаннан гөрі осылай сұйық май қосқан ұнайды өзіме көбірек. Өйткені мен ондай қатты майлы еттерді өзім жей алмаймын, және менің балаларым да жей алмайды. Сондықтан мен осындай май құям, сұйық май. Міне біздің қамырымыз 30 минутта демалғаннан кейін күшті болып қалды. Енді осыны осындай 3 ұзынша бөліктерге бөліп аламын мен қазір. Осылай екемдеп илеп жібересіздер осылай. Енді кішірек осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Барлығын кішірек бөліктерге бөліп шығамыз. Мен осы ұйғыр мантысының нанын жазарда жұмыртқа қосқан жоқпын қамырына. Себебі жұмыртқа қосылған қамыр тез қатып қалады, сондықтан тек қана сумен ғана иледім. Енді жаңағы бөліп шыққан кішкентай бөлікшелеріңізді осылай дөңгелетіп ыңғайлап аласыздар. Содан кейін біз қазір бұларды оқтаумен жаятын боламыз. Міне бәрін осылай ыңғайлап шығыңыздар тура видеодағындай. Астына ұн сеуіп шығамыз да, кішкентай дөңгелекшелер етіп оқтаулап шығамыз барлығын. Және оқтаулағанда видеодағындай шеттерін жұқартыңыздар, ортасын емес шеттерін жұқартыңыздар. Сонда қазір мантыларыңызды буып түйген кезде шеттері қалың болмайды. Міне артық ұндарын сілкіп жібересіздер. Шеттерін жайыңыздар, ортасын емес.
шеттерін басыңыздар дегенім ғой. Міне көріп тұрсыздар ғой видеода. Қазір өрген кезде сонда шеттеріміз қалың болып кетпейді. Негізі осылай дөңгелекше етіп жаюға арнайы өзі оқтаулар болады. Ортасы үлкен, екі шетінде қол ұстайтын ручкасы бар. Міне енді артығындардың барлығын сілкіп тастаймыз. Ортасына салмамызды салып, қазір мантымызды өретін боламыз. Міне, осылай бірінші басып аласыздар да өріп кете бересіздер. Мен арасындағы начинкасын өте мол қылдырып салам, сонда мантыларыңыз әдемі болып томпиып піседі. Міне, қазір тағы да көрсетіп жіберейік. Бір шетінен бастайсыздар да біртіндеп өре бересіздер осылай. Астын осылай астына қайра саласыздар бір шетін. Енді міне біздің мантоваркамыздың астын майлап алдым мен. Үстіне мантыларымызды қойып шығамыз. Мантыларды қойғанда да бір-біріне жақын қылдырмай қойыңыздар. Өйткені қазір олар буға піскен кезде үлкейеді, сол кезде бір-біріне жабысып қалмайтындай. Сосын мантыны салып болғаннан кейін үстін майлаймыз. Сонда мантыларыңыздың үсті бәрі жұмсақ болып піседі. Әдемі болып піскен кезде. 30 минут будап пісіріп аламыз. 40-45 минут емес, 30 минут. 30 минутта біздің мантымыз пісіп шығады. Қалай манты пісті піспегенін айыру үшін мантыварканың бетін ашып, қолыңызбен ұстап көрсеңіз, мантының қамыры қолыңызға жабыспаса, манты пісті деген сөз. Өте дәмді болып пісіп шықты мантымыз. Әрі дастарханға қойғанда да осылай әдемі. Видео ұнаса, астына комментарий жазып, лайк басып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып жіберулеріңізді сұраймын. Ас болсын!